Сіздермен бірге мен Алтынбек Ернар. Бүгін біз Marvel кино қаламындағы барлық фильмдерді, онымен бірге Sony кино студиясының, оның ішіндегі Venom 2, онымен бірге Сэм Рэймидің өрмекші адамы, және де Эндрю Гарфилдтың өрмекші адамдарын, онымен бірге Морбиусты да қоса отырып, солардың рейтингтері арқылы топ 37 Marvel кино қаламындағы ең сюжеті жағынан жоғары деңгейде түсірілген фильмдер топтамасын жасадық. Біз киноның қызықтылығын осы жерде көрсетіліп отқан Кинопоиск, Метакритика, Rotten Tomatoes, онымен бірге IMDb атты сайттардағы рейтингтерді ала отырып, олардың ортақ еселіктерін шығара отырып жасадық. Онда көп сөйлемей, тезірек видеомызды бастайық. 37-ші орын Морбиус. 37-ші орынға Морбиус фильмі жайғасыпты. Бұл фильмнің соңғы орын алу себебі бар жоғы 1,5 сағаттық фильмді карантиннің кесірінен 2 жылдан соң шығарып отыр. Онымен бірге фильмдегі спецэффекттер және де осы шайқасқан уақыттарда болатын әртүрлі голограммалық нәрселерді тым көп көрсеткен. Бұл көбінесе өте жайсыздық туғыздырады. Сол себепті фильм соңғы орынға ие болды. Отыз алтыншы орын Venom. Менің ойымша, Venom фильмінің тым аз баға алу себебі басқа супер қаһармандық фильмдердің ешқандай айырмашылықсыз түсірілгендіктен деп ойлаймын. Сол себепті фильм бар жоғы 50%-дан астам ғана дауыс жинай алған. Отыз бесінші орын Мәңгіліктер. Фильмнің қызықсыз болу себебі фильмде тым қызықсыз кадрлар өте көп. Онымен бірге фильмде дінге қарсы әртүрлі наным сенімдер болғандықтан көптеген елдерде бұл фильмді көрсетуден бас тартты. Сол себепті фильм көрермендердің де және де кино бағалаушылардың да көңілінен шықпады. Отыз төртінші орын Venom 2. Негізінен енді Marvel жаңа супер қаһармандарды басқаша тәсілмен пайда қылу керек сияқты. Әйтпесе жақында шығатын барлық кинолардың бәрі дәл осылай соңғы орындарда болатын секілді. Отыз үшінші орын жаңа өрмекші адам кернеген қуат. Фильмде мүйіз тұмсық, электро және жасыл гоблин, онымен бірге өрмекші адамның жеке өмірін көрсету үшін бар жоғы 2 сағат тым аз болған секілді. Сол себепті фильмде өрмекші адамды көрсететін дубльдар тым азайып кеткендіктен кино бағалаушылар өте аз баға қойды. Сол себепті фильм тым біздің төменгі сатымызда көрінді. Отыз екінші орын өрмекші адам 3. Тағы да өрмекші адам, бірақ та бұл Сэм Рэймидің өрмекші адамы. Бұл трилогияның соңғы фильмі болғанымен фильм соны шала бітіп қалды. Сол себептен ары қарай өрмекші адамның өмірінде не болды, сол жайлы сұрақтардың қалдырып бітіре салғандықтан кино бағалаушылар қатты сынға алды. Сол себепті ол қалған 2 бөлімнен қарағанда тым аз баға алды. Отыз бірінші орын Тор, махаббат және найзағай.
Тордың бұл бөлімі қалған 3 бөлімге қарағанда өте нашар дауыс жинады. Себебі бұл фильмде өте көп қызықсыз әзілдер қолданылған. Және де көрермендерді жалықтырып жібереді. Бір жағынан кино тым қысқа. Отызыншы орын. Таңғажайып халық. Біріншіден, фильм қызықсыз, онымен бірге халықтың рөлінде ойнайтын Эдвард Нортон Брюс Беннердің толығымен өмірін және де ішкі жан дүниесін аша алмады. Сол себепті фильм тым қызықсыз болды және де тым аз баға алды. 29-шы орын. Дәрігер Стрэндж 2. 28-ші орын. Тор 2. Оқиға қайталанды. Яғни Тордың бірінші бөлімдегі оқиға тағы да осы Тордың екінші бөлімінде де сәл ұқсастау болып қайталанды. Онымен бірге басты жауыз Малекиттің де ашық көрсете алмады. Фильмде Тордың өзінде де тым қызықсыз кейіпкер ретінде етіп көрсетті. Фильмде тек ең жақсысы Локи болды. Бірақ та Локидің өзінде тым аз көрсетті. Жиырма жетінші орын. Капитан Марвел. Көптеген хайптың арқасында кино басында үлкен танымалдылыққа ие болды, бірақ фильм шыққанда аса қызық емес екенім көрінді. Жиырма алтыншы орын. Жаңа өрмекші адам. Жаңа өрмекші адамның бірінші бөлімі Сэм Рэймидің жасаған өрмекші адамы фильміндегі бірінші бөліміне тым ұқсас болғандықтан, ол 69% ғана дауыс жинай алды. Жиырма бесінші орын. Қара жесір. Экшн сценалар өте керемет ойластырылған, бірақ та фильмнің орта тұсы сәл қызықсыздау. Және де кейіпкерлердің бір-бірімен сөйлескен диалогында аздаған мәселелер бар. Жиырма төртінші орын. Тор. Бұл фильмде не керемет? Локи бар, және де Локи алдыңғы фильмдерге қарағанда ұзақ рөл ойнайды, және де өте жақсы жауыз адам бола алды. Жиырма үшінші. Алғашқы кек алушы. Капитан Американың Марвел кино әлеміндегі алғашқы таныстырылуы осы фильм болды. Негізінен бұл фильм маған ұнады. Бірақ та келесі көрген уақыттарында фильм аса қатты шедевр емес екенін білесің. Мысалға, фильмде қызыл бас сүйекті тым аз көрсеткен. Тіптен аз көрсеткен. Бірақ та қызыл бас сүйек өте керемет ойластырылған жауыздардың бірі.
Онымен бірге фильмнің ең соңғы уақытында қызылбас сүйекті Капитан Америка емес, бар жоғы Тессеракт оны басқа жерге телепортациялап, фильмді аяқтата салды. Ал Капитан Американың өзінен келетін болсақ, ол негізінен біраз қызықсыз кейіпкер деп айтсам да болады. Жиырма екінші орын. Темір адам 2. Темір адам 2 фильмі Темір адамның бірінші бөліміне қарағанда әлсіз болып түсірілді. Себебі ең біріншіден басты жауыз әлсіз. Екіншіден басты жауыз Мәскеу тұрғыны, яғни орыс, аты Иван Ванко болды. Және де оның тұрған жерлерін көрсеткен уақытта тіптен орыстарға деген жаман көзқарасты етіп көрсеткен. Сол себепті орыс кинокритиктер тым аз баға берді. Онымен бірге бірінші фильмнен кейін дәл осы екінші фильмді көрген уақытта көптеген түсініспеушіліктер болады, және де жақсы кадрлар тым аз. Жиырма бірінші орын. Кек алушылар Альтрон дәуірі. Фильм маған өте қатты ұнады. Себебі фильмде Альтрон мен кек алушылар арасындағы диалогтар өте жақсы ойластырылған. Екіншіден, бірінші бөлімдегідей оқиғаларды қайталамайды. Бірақ та фильмнің кей тұстарды, яғни теріс тұстары да бар. Мысалға, фильмде көптеген жерлер кесілген, және де көптеген супер қаһармандарды толық ашып көрсете алмаған. Қолыңнан бар келген осы ма? Нең бар еді? Жиырмасыншы орын. Құмырсқа адам. Құмырсқа адам фильмі өте күлкілі және де қызықты. Көргенде еш ішім пыспайды. Бірақ та фильм 2015 жылы шыққан, және де дәл осы уақытта кек алушылар Альтрон дәуірі шығып, фильм аса қатты танымалдылық ала алмай қалды. Тоғызыншы орын. Темір адам 3. Фильмнің басты жауызы Мандарин болды. Мандарин өте жақсы жауыз бола алды. Және де фильмде Железный человекті, яғни темір адамды тым аз көрсетті. Оның орны Тони Старкты көп көрсетті. Бұл кейбіреулерге ұнайды, кейбіреулерге ұнамайды. Мысалы, маған ұнады. 18-ші орын. Құмырсқа адам және ара. Фильм дәл-ме-дәл алдыңғы бөлімдегідей іш пыстырмайтын, қызықты және күлкілі. Онымен бірге фильмнің ең соңғы жағындағы оқиғалар бізге тіптен күтпеген тосын сыйларға алып келеді. 17-ші орын. Өрмекші адам үйден жырақта. Өрмекші адамның бұл бөлімінде алдыңғы бөліміне қарағанда өрмекші адамды сәл болсында ақылды етіп көрсетті. Онымен бірге басты жауыз Мистерио ешқандай супер қабілеті жоқ, тек қана дрондары бар адам болды. Яғни тым әлсіз болды. Онымен бірге алдыңғы бөлімдегідей аса қатты таңғалдыратын еш нәрсесі болмағандықтан сәл болса да алдыңғы бөлімнен аз баға берілді.
6-шы орын өрмекші адам үйге оралу. Өрмекші адамның дәл осы бөлімде басқа бөлімдерге қарағанда Питер Паркердің сыныптастары аса қатты харизмалы бола алмады. Бірақ та фильмнің жақсы тұстары бар. Мысалға, өрмекші адамды ойнайтын Том Холланд өрмекші адам рөліне нағыз жаратылғандай өте әдемі көрінеді. Және де басты жауыз құзғын да өте керемет ойластырылған. 15-ші орын Галактика сақшылары 2-ші бөлім. Галактика сақшыларының 2-ші бөлімі дәл 1-ші бөлімдегідей қызықты әрі де күлкілі болды. Бірақ та фильмде кек алушылар мен Галактика сақшылардың 1-ші бөліміндегі оқиғаларды қайталап, сәл аз баға алды. 14-ші орын алғашқы кек алушы басқа соқыс. Фильм маған ұнады. Режиссер ағайынды Руссолар фильмді өте керемет ете білген. Яғни фильмнің кіріспесі, негізгі бөлімі және де қорытындысы да анық көрсетіле білген. Және де фильм тыншылық стилде түсірілген. Тек қана фильмнің соңғы жағы басқа фильмдер сияқты атыс шабыс сөйтіп аяқтала салады. Бірақ та фильмнің ең соңғы қорытындысында үлкен интригамен фильмді аяқтап тастайды. 13-ші орын Доктор Стрэндж. 12-ші орын Қара Пантера. Алғашқы және ең жақсы түсірілген қара нәсілдердің алғашқы фильмі. Фильмде 90%-дан астам қара нәсілдер қатысқан. Және де фильмде өте керемет сценалар мен кадрлар өте көп. 11-ші орын Чан-Чи және он сақина жайлы аңыз. Ал бұл фильм Марвел кино ғаламындағы ең алғашқы шығыс азиялықтар жайлы түсірілген фильм. Фильмде негізінен қытайлық стилде түсірілген және де өте керемет сценалар көп. Тіптен шайқас кезіндегі сценалар өте керемет ойластырылған десек те болады. 9-ші орын өрмекші адам. Бұл фильм жайлы барлықтарымыз біледі деген ойдамын. Сол себепті көп айтпаймын, келесі орынға кеттік. 8-ші орын Тор Рагнарёк. 7-ші орын кек алушылар. Барлық супер батырлар өз орындарында өте керемет суреттелген. Бір-бірлерінің арасында диалогтар да өте керемет көрсетілген. Жалпы кинодағы басты жауыз Локи да өте керемет жауыз деп айтсақ да болады. Тіпті 2012 жылдың ең үздік жауызы болып та осы Локи таңдалған еді. 6-ші орын кек алушылар шексіздік соғысы. Кино өте жоғары деңгейде түсірілген. Мен байқаған ешқандай кемшілік жоқ. Кинода басталғаннан бері соңына дейін әртүрлі экшн сценалар мен шайқастар толы. Киноны көруге сіздерге ұсынамын. 5-ші орын Галактика сақшылары. Торды санамағанда Галактика сақшылары ғарышта оқиғалар жайлы түсірілген Марвел кино ғаламындағы ең алғашқы фильм. Фильмде бір-бірлеріне көмектесу, ұжымдасуы жақсы көрсетілген, онымен бірге әзілдері де бар, және де олар өте қызықты және күлкілі, және де әрбір кейіпкердің оқиғасын өте керемет суреттеген. Жалпы фильм тамаша, көруге кеңес беремін. 4-ші орын өрмекші адам 2.
2004 жылы Өрмекші адам 2 фильмі Оскар сыйлығын алған. Артық ешнәрсе айтпаймын, ары қарай өздеріңіз біледі деген ойдамын. Көптен көткен 3-ші орын. Темір адам. Марвел кино ғаламындағы ең алғашқы фильм. Егерде бұл фильм шықпағанда, біз атап өткен 37 фильмнің барлығы да шықпас еді. Жалпы бұл фильмнің тарихы да және де жасау жолы да өте қиындықпен өтті. Бірақ та оның сценарий жағынан да және де өзінің актерлық шеберлігінің арқасында Оскар номинациясына да ұсынылған фильм болды. Жалпы бұл барлық көрермендерге жаңадан супергеройлар жанрын шығарған фильм. Сол себепті бұны көрермендер мен кино бағалаушылар өте үлкен дәрежеде бағалады. Екінші орын. Өрмекші адам үйге жол жоқ. Бұл кино барлық Өрмекші адамдардың фильміндегі жауыздарды және де 1-3 трилогияның Өрмекші адамдардың қосылып істелінген түрі. Фильмді драмада, фантастикада барлығы бар. Жалпы бұл фильм өзін-өзі өте жақсы деңгейде ақтады десек те болады. Бірінші орын. Кек алушылар финал. Бірінші орынға лайықты фильм. Барлық Марвел кино ғаламындағы батырларды қосып, кек алушылардың ең соңғы бөлімін жасады. Және де бұл тарихтағы кассалық табысы ең көп фильмдердің бірде бола алды. Жалпы кино тамаша, ешқандай кемшілік айта алмаймын. Құрметті көрермен, мінекей біздің видеода өз мәресіне жетті. Видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.